Біріншіден, Маңғыстау өңірінің жастарына айтарым, қазіргі таңда өмірде берілген кез келген мүмкіншілікті пайдалана керек. Сабақ оқумен қатар, әлеуметтік дамумен, ғылыммен айналысса деген ой бар. Студенттік кезіндегі жасалған алғашқы ғылыми ізденістер ол өмір бойы есте қалады. Алғашқы баяндама, конференцияда болсын, семинарда болсын, өзінің ғылыми жетекшісімен бірге тығыз талқылауда, дискуссиядағы жеткен ойлар ол адамның өзінің өмір бойы сол есте қалатын ыстық сәттер. Екіншіден, әлеуметтік даму ол жолдас жора, қызықты өмір, студенттік өмір дегеніміз. Ал біздің мақсат қазіргі кезде қандай? Университеттің ішінде тұлғаның толыққанды қалыптастыруына жағдай жасау, алаш қайраткерлері болсын, осы Сатпаев сынды ғалымдар болсын, олардың бәрі студент кезеңінен бастап осы қызығушылықты күнделікті өзінің жұмысына толыққанды жүзеге асу арқасында арттырды. Біздің тілейтініміз сол, өйткені университетте өздеріңіз білетін Есенов университетінде жасалып жатқан шаралар, тұлғалық дамуға бағытталған шаралар өте көп. Біз бүгінгі талқылаған мәселелердің шеңберінде осы жастарға, жас ғалымдарға жасалатын мүмкіншіліктерді қарастырдық. Оның бірден бірі стипендия қояды, бірден бірі жаңа ғылыми жобаларды отыруға мүмкіншілік жасалады. Келешекте сол халықаралық деңгейдегі тағылымдама, ұтқырлық, академиялық ұтқырлық жобалары арқылы қосдипломдық бағдарламаларды оқу мүмкіншіліктері қарастырылады. Жалпы Маңғыстау өңірінің жастарына осы келешектегі инженерлік, техникалық, инновациялық дамуға бетбұрыс беретін жаңа мүмкіншіліктерге мен ойлаймын көңіл аудару керек. Болашақ жастардың қолында, қолдау біздің тарапымыздан болса, біздің еліміздің болашағы жарқын, біз сенеміз. Енді бұл Есенов университетінің тарихын соңғы 10 жылда жақсы білеміз. Қаншама ұстаздар, ғылыми мектептер қалыптасқан, жаңа заманауи талаптарға сай болуға тырысумен қатар үлкен қомақты жобалар алдыда тұр. Оның бірден бір айта кету керек, Герман Қазақстан институтының осы алдағы бір биік деңгейде дамуы тікелей ұжымның өзінің үлесі деп санаймыз. Ол жастарға бағытталған жоба, яғни осы университеттің алдағы бетқұстар бір жобасы деп сенеміз. Сондықтан ұжымына рахмет айтамыз. Ал енді қандай да бір мемлекет тарапынан болсын, осы мүмкіншілік тарапынан жобалар болып, қолдау болатын болса, әрине мемлекет дайын ғой, соны пайдалану керек.